Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Дана мен Қолөнер каналы. Мен бүгін сіздерге әдемі осындай ерекше домалақ бу жастықтың ерекше өрнекті болып тігілуін көрсететін боламын. Менің материалдарым турецкий матовый велюр жасыл және сары түстен алдым. Жалпы материалда осы бу жастықта қолданған өлшемдердің барлығын төменде подробный бөліміне қалдырамын. Мына схеманы скриндап алыңыздар. Осы схема бойынша біз бу жастығымыздың өрнегін құрастырамыз. Екі жағындағы жасыл материалдың өлшемі 2,5 см, ортасындағы сары матаның өлшемі 25 см. Бұлардың барлығының ұзындығы 1,90. Яғни шетінен 0,5 см біз тігіске қалдырып отырамыз. Міне біз біріктіріп тігіп алғаннан соң негізгі өрнегіміздің сызықтарын сызамыз. Ұзындығы бойынша 8 қатар және де мына төртбұрыштылардың өлшемі 3,3 см. Енді сызықтарға келетін болсақ, біз бірінші қатарда аяғына дейін сызып шығамыз, және де екіншісін қалдырамыз, үшіншісіне тағы да сызамыз, төртіншісін қалдырасыздар бос, бесіншісінде сызық, алтыншысын қалдырғанбыз бос, жетіншісінде сызық бар, сегізіншісін бос қалдырғанбыз. Және де еннен де бір бос қатарды қалдырып отырасыздар. Ал енді біз матаның екі шетін біріктіріп тігіп алдық осылай. Келесіде мен сіздерге узордың тігілуі, өрнектің тігілу жолын көрсетемін.
өрнектерді тігіп болғаннан соң буш жастығымыздың іші мен сыртының өрнегі көрінісі осындай болады.